Қазақ халқы қашаннан бері төрінен қонағы үзілмеген аса қонақжай жұрт. Қай кезде болсын, қандай адам болсын, қонақ болып келген кісіге кім боласың деп сұрамайды. Ыстық ықыласпен қарсы алып, жылы қабақ танытады. Иіліп көрпе, жайылып жастық болған. Соның бір белгісі болар, келген қонақтың алдына астау толы ет тартады. Қонақ келсе, құт келет деп білген. Ал енді қазақы ұғымда мынау жалпы арнайы шақырылған қонақтар болсын, төтесінен келіп қалған құдай қонақтар болсын, осыларды күту, сый көрсетудің бұлай үлгісі заң ереже ретінде қабылданып, ол бұлжымайтын дәстүрге айналған. Яғни қонақ келсе есікті ашып кіргізіп, жайғастырып, ас суын беріп, кетерінде бұйым дайын сұрап, атына дейін жемдеу керек деген сөзі бар мәселен. Сондықтан ол бұлай ауызша бекітілген дала заңы деп есептеу керек. Бүгінгі бағдарламамызда қазақтың табақ тарту мәдениетінен сөз етпекпіз. Бұл дала заңына айналған жазылмаған салт дәстүр. Сарапшымыз Досымбек Қатыран, белгілі тарихшы этнограф, қазақтың арғы бергі салт дәстүрін жинақтаушы. Әсіресе халқымыздың ас су мәдениетін зерттеп жүрген ғалым. Сондықтан табақ тартуға қатысты әдеп ғұрыптың этнографиялық мәніне көңіл бөледі. Мәселен, қойдың басы салынатын бас табақтың жол-жосынын айрықша бағалайды. Үлкен сыйлы қонаққа, той томалақта тартылатын табақтардағы ең басты бірінші нөмірі, бірінші кәделі тамақ әрине бас. Қойдың үйтілген басы, жылқының шекесі деген тәрізді дүниелер. Екінші ретте жамбас жүреді. Үшінші ретте ортан жілік, асық жілік ары қарай кете береді. Сосын қонаққа тартылмайтын жіліктер деген бар. Кәжілік, жауынымды көп сала беруге болмайды. Мойын, қабырға, қара қабырға, сөбе қабырғалар, омыртқа сүйектері ол сол жоғарыда аталған жіліктерге қосымша ретінде тартылады. Яғни бұл жерде біз жілік деп бір сүйекті ғана атамаймыз. Бір жілік ет деген ұғымның өзі сол қосымшасыменен бекітілген, яғни қасында жүретін негізгі жілікке қосымша бір асым етті айтуымыз керек. Бас табақ жасы үлкен қарттарға, аса сыйлы қонақтарға тартылады. Оған бас, жамбас, ортан жілік, белдеме, сүбе қабырға, қойдың ұлтабары, жылқы етінен қазы, қарта, жалжая салынады. Бас неге тартылады? Бас дегеннің ар жағындағы философиясы ол басында тұру, жоғарыда тұру, бірінші болып тұру деген наным-сенім тұрғысынан кеп, сол дастархан басындағы ең үлкен қонаққа тартылу керек деген біледі. Одан кейінгі кезеңде жамбас. Наның өзі жамбас деп атауының өзі бұлай қарағанда маңызды бір жілік, маңызды сүйек қой. Жанның бастау алатын жер. Жамбас көрдіңіз бе? Сондықтан ол әрине бас жоқ жерде ол бірінші жілік болып тұрады. Келген қонаққа үнемі қой шая бермейді ғой. Әр ахуалға сай бас пен жамбас ол бірінші болып ете береді. Қой соймаған жағдайда жамбас бірінші орында тұр деген сөз. Сенде жазық жоқ, бізде азық жоқ. Амин. Табақ тартуды қазақ құрмет көрсетудің, жөн-жораның биік көрсеткіші деп есептеген. Малдың 12 жілігі және басқа мүшелері адамның қоғамдағы орны мен жолына лайықталып тартылмаса, төрелер, бектер мен билер наразылығын білдірген. Негізгі кәдел асқа саналатын бастың тартылуының өзі ерекше ғой. Әрине үйтіледі, тазартылады, оны бәрін білеміз. Жағы айырылып, қазанға түседі. Піскеннен кейін әкеліп тартарда құйқаның маңдай тұсын қасқалап тіледі. Яғни шыраш таңба салып қасқалап тілеуді атайып тұру, қас таңбаның белгісін салады. Қас таңба. Кресті деп жүргенде ол бұрынғы атам заманынан, сақ түркі заманынан келеткен
таңба. Қасқалап тілеудің аты жол ашу. Яғни ұзыннан түскен біздің жол, көлден түскен сіздің жол, жолыңыз түйсе өсін, төрт қоламыз сай болсын деуіз. Төрт белгі ғой мысалы. Осындай тілекпен, яғни айтқанда, дұғаменен әкеп тұрған таңбалық символ. Тартатын адам маңдай тұсынан, құйқасының желкесінің ортасынан дөңгелекте ойып, оны аударып қоятын да бір тәсіл бар. Көнедегі. Немесе ол дөңгелекте ойған алып, орнына майлы бір жапырағыл көнеттен салып әкеп, үлкенге табақ тартқанда, сол тұрған етті, сол алып отырған үлкен ақсақал, табақ тартқан жігітке асататын сондай салтар бар. Ол әлі күнге дейін атқарылып келе жатыр. Бұл жалпы түркі-моңғол халықтарында ортақ салт. Бурятта да, моңғолда да, мал баққаны түркмендерде де бар. Қонақ күту немесе қонақ болудың мақсаты қарын тойғызу емес. Сый-сияпатқа, ізет-ілтипатқа бөлену. Бұл халқымыздың бекзат һәм дегдар қасиеті болып табылады. Қонақ күтуде үй иесінің ықыласы, тамақтың дәмі, ыдыс-аяқтың тазалығы ең басты талап саналады. Ал табақ тартуда тыйым салынған әдет ғұрып та баршылық. Әкесі бар үлкенге бас тартылмайды. Оның әкесідір. Өзінен жоғары, мәртебесі жоғары тұрған, жасы үлкен болып тұрған, бас ұстайтын иесі болғандықтан оған бас тартылмайды. Сосын енді басты ұстаған адам тұмсықты өзіне қаратып тұрып, қойдың басы ғой. Өзіне қарап тұрғанда оң қол жағындағы езуінен кесіп, өзі ауыз тиіп, қалған езуінен тағып, екі жағындағы бірінші оң жағында, одан кейін сол жағындағы адамға өз қолымен ұсынады да, сосын жаңағы құлақты кішкентай балаға береді, құлағың жақсылыққа үйір болып жүрсін деп. Бұл жаңағы тілек. Келесі бір құлағын тағы кішкентай сол ауылдағы ең кішкентай ұлғана сондай біреуге шақырып ұсынады. Таңдайды алып, кесеші бол деп кей жағдайларда қыз балаға алақанына салып ұрып беріп жатады. Сосын жаңағы әнші бол, шешен бол деп тағы да бір мағынасы бар. Сондаймен де кішкентай балаларға ұсынады. Бас табақ, қос табақ, сый табақтарға жауырын, мойын омыртқа, асықты жілік сияқты кәдесіз жіліктерді араластыруға болмайды. Ет туралып болған соң табаққа сарымсақ, бұрыш қосып әзірленген тұздық құйылады. Соңынан қатық не құрт қосқан сорпа беріледі. Етті сіңіру үшін сорпаның пайдасы көп. Ең жақын адамдарына көзді береді. Оң көзімді көріп жүрген деп жақсы көретін адамына беріп жатады. Әрқалай кейден бір көзді, екі көзді бір адамға беру керек деген түсінік бар. Өйткені екі бөлек адамға берсе, олар ала көз болып кетеді деп жатады. Немесе ұсынуына байланысты, оған оны үйтіп ырымдамайтын да жайт кездеседі. Бір адамға беру керек дейді. Көзімнің қарашығындай жақсы көретін адамымсың дегенді көрсетіп әйгілеу мақсатында. Ағдайым оңдасын, Қыдыр бабам қолдасын. Болашағым аман боп, дастархан байлығын, денің саулығын берсін Алла. Бізде көбінесе құдаларымызға жаңағындай сыйлы қонақтарға тек қана бірінші кезекпен ет тамақты береміз, ет тамақты ұсынамыз. Және де ет тамақты беріп атқан кезде міндетті түрде ең біріншісімен басты береміз. Қойдың басы, яғни үлкен малдарды сойып атсақ, жылқы, сиыр сойып атсақ, біріншіден шекені береміз. Бізде қазақтарда
ыстық соғым деген бар. Және де ұзын сарыны сақтау деген ырымдар бар. Алыстан келген қонақтарына міндетті түрде соғымды сойған кезде жамбастарын құда-құдағиларына сақтап қояды. Яғни құдаларды күту кезінде құдаға міндетті түрде бас тартылады үлкен кісіге, және де бастың қасына міндетті түрде жамбасы болады. Ал екінші жамбас болады, ол деген өзінің сарсүйек құдалары дейді, сарсүйек құдаларына арналған. Кәрі жілігі болады, келіншек жілігі болады, сүбе қабырғасы болады, қазысы болады, міндетті түрде жаясы болады және жалы болады. Батам батпасын, батам жатсын, осы тұрған біздерді бір құдайым сақтасын, әмин. Ай, балам, шешем бол. Құлағың түрік болсын, балам. Сый табақ деген бар, құда табақ деген бар. Құда табақтың ішіне келетін болсақ, жамбас, кәрі жілік, сүбе қабырға және бел омыртқа қойылады. Бұл яғни құда табақ деп аталынады. Ол құда табақтың өзінің бір ырымдары болады. Құда мен құдағи төс қағыстырып, болған соң құда табақты тартады. Қазақ дәстүрінде жастарға тартылатын арнайы табақ болады. Мәселен, ұзатылған немесе төркіндеп келген қызға, жас келінге, қайындап барған күйеу балаға бөлек табақ тартылған. Оған да кәделі жілік салынады. Күйеу табақ немесе келін табақтың ең басты кәделі асы төс. Төс берудің дәстүрлі және ғұрыптық мән маңызы терең. Жаңадан ұзатылып кеткен қызына төстік жіберіп тұратын бір салт бар. Төркін жағы. Ал сөйте тұра, ол жаңағы төс немесе төстік, ол күйеудің десі бағасы. Төс сүйегі күйеуге де, қызға да тартылуының себебі, ол ажырамас татулықты білдіретін магиялық сипаты бар ғұрыптық тағам деп есептеу керек. Қонақ күту аса жауапты міндет. Сыйлы қонаққа құрмет көрсету үшін бір үйлі жан түгел қамданады. Ал үлкен ас пен тойларда бүкіл ауыл жұмылған. Ынтымақ пен береке бірлікті үйістірған игі салт. Қонақты қарсы алушылар, мал соятын жігіттер, ет пісіріп табақ таситындар арнайы бекітіледі. Ондайда табақ ауысып кетпеу керек. Ол да құрметтің белгісі. Тіпті кәделі жілік дұрыс салынбаса, қонаққа қошемет көрсетілмет деп есептелген. Тамақты бастап жердің алдында бата беру деген бар. Барлық жерде ол бұрыннан қалыптасқан әдет бойынша асқа келген кезде бата жасалып, тілек айтылады. Содан кейін барып, турап, жеуге кіріседі. Ас желініп болғаннан кейін ас қайтарылу керек. Ас қайтарған кезде, яғни табақты алуға келіп, жігіттердің ләмині бата сұрайды. Сол кезде тағы да келесі бір адам, дастархан басына отырған мәртебесі жағынан екінші адам ас қайырады. Әр табақтың аты, кәделі жіліктері болатыны сияқты кейбір табақтың салт ғұрыптық мәні бар. Бұрынғы замандарда араздасқан екі рулы елдің арасын жақындату үшін арнайы тағам дайындалып табақ тартылған. Ас алдында дос та, дұшпан да бірдей. Дала заңы бойынша жауласуға келген жақ достасып қайтқан мысалдар жеткілікті. Ал ағайын арасындағы өкпе ренішті басуға қандай тағам берілген? Тағам түрлерінің әзірленуі бір ғұрыптық мәнге де ие болады. Бір малды сойып, араздасып жүрген адамдарды татуластыру үшін үшінші адам мал сойып шақырады. Сол кезде дейді, өкпе сүт деген тамақ әзірленеді екен дейді. Сол келіп отырған екеуіне де өкпені ұстатып тұрып, өкпенің етегін кескізіп, төмен жағын ұстап тұрады ғой, өңешімен, қолқасымен қосып. Сонда жаңағы астына өкпенің ішіндегі сұйықтар ағады дейді. Содан кейін оны қайтадан жымырып тұрып, сүт құйып, сосын жаңағы соны пісіріп, соны өкпені бірге бөлісіп жесе, сол екеуінің татуласқаны болып есептеледі екен. Қазақта жаңағы антропонимдер деген көп қой өзі.
өкпе арту, өкпелеу дегенді қалай жүріп отыр, көрдіңіз ба? Әлеуметтік мәні, этнографиялық тамыры үзілмеген мұндай салт дәстүр ұлт мәдениетінің терең тарихынан сыр шертеді. Дала тіршілігінде қалыптасқан кез келген әдет ғұрып ұлттың рухани азығы. Бүгінде асыл қазынаға айналған халық мұрасы қайта жаңғырса, ұрпақ үшін игі. Ұрпақ өсіру жолында пайда болған тағамға қатысты кейбір ғұрыптық амалдар әлі де мәнін жойған жоқ. Бір ауылда, бір әулетте, тіпті көрші қоландардың арасында болсын, алғашқы босанған әйел 40-нан шықпай жатып, тағы да біреу босанып жатса, осы екеуі бірін-бірі көруге болмайды деп айтады. Егер сыртынан болса да көріп қоятын болса, ана көріп қойған баланың, ананың баласына шілде қотыр деген қотыр шығатындықтан көрсетпеуге отырсып, яғни ең соңғы босанғаны 40-нан шыққаннан кейін, үшінші бір абысыны бола ма, көршісі шақырып, дәмге шақырып жасайтын бір ғұрып бар. Ол ғұрыптағы басты мәселе шақырылған кезде алдымен келген теріс қарап отыру керек дейді. Әлі де көрмеу керек қой келесі кеп кіретінді. Сосын жаңағы соңғы келген шегіншектерді артымен әкеліп, екеуін түйістіріп арқасымен отырғызады да, сосын олар әрқайсысы бір-бір түйіншекке дәм түйіп әкелу керек. Қандай да бір дәм. Соны оң жақ тақымның астынан өткізіп, бір-біріне жалғап, жағынан ананыкін алып, содан кейін екеуі дәмді ашып, ауыз тиіп, сөйткеннен кейін барып, бұрылып бірмен бір көрісіп, амандасып, құттықтасуға болады дейді. Оған дейін тыйым салынатын нәрсе бар. Бұл ғұрыптың аты көтендестіру деп аталады. Бұл жердегі басты ана түйінді шешіп тұрған дүние тағы да дәм болып тұр. Кейбір салт дәстүрмен жөн жоралғы уақыт өте келе ұмыт болады. Тіпті ас мәзірінен де сызылып қалды. Дегенмен атауы әр түрлі нұсқада кездесетін кейбір ас тағам түрлері әсіресе ауылды жерде, қаймағы бұзылмаған ел ішінде әлі де бар. Ыдыс аяқтың түрлері жетілмеген сонау қыдым замандарда ас пісірудің көптеген тәсілдері болды ғой. Солардың бірі жаңағы жер ошақ дейді, жер көмбе, қарын көмбе деп аталатын. Жерге қызырып от жағып, соның қоламтасына көміп пісіру. Сосын жаңағы тасты, малта тастарды қыздырып, сол қарының ішіне салып, немесе теріге араластырып салып, араластырып қызып тұрған жерді чұқанақ етіп қалып, соған көміп қойып, былқытып пісіру тәрізді түрлері қазір қайтадан жанданып, кейбір тойханаларда жасалып жүр. Мынау жаңағы қойды бүтін үйтіп әкеліп тарту, ол да қазір біздің қолданысымызға қайтадан еніп келе жатқан жақсы дүниелер. Қан қуырдақ деп айтатын, мәселен, адамға қуат, күш беретін. Әсіресе жас босанған әйелдерге сондай мал сойған кезде ішіне жиналып қалған қанды алып, қуырдақпен бірге қуырып берсе, өте күшті қуат береді деп есептейді. Тағам түрлері, ұмыт болған тағам көп. Салт дәстүр халықпен бірге жасап, жаңарып, түрленіп отырады. Дала өмірінде қалыптасқан қонақ күту, табақ тарту мәдениеті кемеліне келген қазына. Әлі де толығып жаңаруда. Ең бастысы, ыстық ықыласпен берілген ас, тартылған табаққа халқымыз қашанда құрметпен қараған.